أموالكم بالزكاة وداووا أمراضكم بالصدقة استقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع. Абу Дауд шарифте келет, мал мүлкіңізді сақтап қалғыла зекет менен дейді. Зекетіңі беріп, 40 қой болса, бір қойыңы бер дағы 39-ын сақтап қал. 30 үй болса, бір үйді беріп тұрып, 29-ын сақтап қал. Қанша алтының бар, қанша күмішің бар, қанша мал мүлкің бар, зекет беріп тұрып, сақтап қал мал мүлкіңі дейді Аллах. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Жана садақа беріп, ооруларды дарылағыла дейді. Садақа беріп, құрбандық қылып, қан шығарып, бейбечараға құрсағын тойғызып садақа беріп, ооруларыңарды дарылағыла дейді. Біз дарылағанда әлі аптеканы сразу жүгірген бойдан аптекаға кетеміз. Тоқта, кішіне садақа беріп көрші. Кішіне өші бейбечараларды издеп, таап тұрып, ошоларға милдет қылбастан, кемсітпестен тұрып садақа бердің, анан көресің садақаны соғады. Садақа раддул бала, балені қайтарады. Дарыса қайталуағаны садақасы қайтады. Ақша бітіріп, садақа менен туғандар. Ошон үчүн иншаалла келиңиздер, субханалла, садақадағы башқа амалдар менен сыймыктанат экен кыямат күнү.